Көңіл күйлерің қалай? Керемет ба? Өте керемет деген үміттемін. Бірінші алдында да айтқандай, настроениемізді, көңіл күйімізді ең үлкен, ең керемет деңгейге көтеріп алуымыз керек. Ол өте маңызды. Және о деп сабақты тыңдап отырайық. Бүгінгі сабақ өте маңызды сабақтардың бірі. Енді өткен сабаққа оралатын болсақ, өткен сабақта бір еске түсіріп жіберейік. Біз ол кезде көз аймағымызды кеңейту туралы жаттығулар жасайтын боламыз. Енді сол сабақты өткеннен кейін, сол сабақты көргеннен кейін, әр мәтін оқитын кезде, кез келген бір кітапты оқитын кезде көз жаттығуларын, яғни жоғары төмен көз жаттығуларын жасап жүр деген үміттемін. Өйткені біз бүкіл ақпараттың 80%-ын не істейміз? Көзбен қабылдайды екенбіз. Сол үшін көздің күтімін жасауымыз керек. Және ол жерде тағы да Шульте кестесі туралы айтып кеткенбіз. Ол да маңызды жаттығулардың бірі болатын. Ал енді бүгінгі сабақ өте маңызды сабақтардың бірі. Өйткені бүгін жылдам оқудың ең үлкен жауымен танысатын боламыз. Ол бізде артикуляция. Артикуляция дегеніміз не? Соған тоқталайық. Артикуляция дегеніміз біздің ауыз қуыстарының немесе тіліміздің қозғалуын айтады. Біз кітап оқығанда олардың қозғалуын вообще қажеті жоқ. Ол кедергі жасайды, наоборот. Сол ең үлкен жауы деп тұрған сол. Жылдам оқитын адамдар ешқашан артикуляцияны қозғалтпайды. Тілін, ауыз қуыстарын қозғалтпайды. Ол біздің нені төмендетеді жылдамдықты. Сондықтан біз осы артикуляцияны басуды, артикуляцияны тоқтатуды, артикуляцияны жеңуді байланысты жаттығулар жасайтын боламыз. Бұған қатысты ең бірінші жаттығу, ең маңызды жаттығулардың бірі, көптеген жаттығулар бар, солардың ең маңыздысының бірі ол ритммен оқу. Қолымызға мен сияқты карандаш аламыз. Карандаштың соң арт жағымен, мына жағымен жазбаймыз. Партаға, столға, немесе оқып отырған жеріңе несейміз белгілі бір ритмді жасайтын боламыз. Ол арнайы ғалымдармен зерттелген ритм, кез келген нәрсені тоқылдата беру емес, именно осы ритмді жаттап үйреніп алу керек. Енді қарайық, онымен қалай жаттығамыз? Мен бір мәтінді алайын. Мәтінді алдым. Енді осы мәтінмен бұлай жұмыс істейміз. Қолымызға қаламызды алдық, арт жағымен столды мына ритм бойынша тоқылдатып отырамыз да, сонымен қатар кітапты оқып отырамыз. Мәтінді оқиық. Ал бастайық. Орманшының баласы ат қылып мініп, шапқылау үшін бір жас шыбықты сындырмақ болады. Сол кезде ол ағаштардың мынандай әңгімесін естиді. Аққайың айтыпты, мен өскенде бесік болам, кішкентай бөбектерді тербетем. Бесік жырын естіп, рахатқа батам. Бақыт деген осы емес пе? Ал теректің шыбығы, мен өскенде... Яғни, дәл осы сияқты ритммен бір қолымызбен тоқылдатып отырамыз, ритмді жасап, аузымызбен, ішімізден, енді бұл жерде ішімізден оқитын боламыз. Басында әрине ол қиын болады, себебі ми нестердің қайсының орындарын білмей қалады. Бұндай нәрсеге үйренбеген соң. Мына ритмді қайталап отырайын дей ма, немесе біз әшейін ұрғылап отырған жоқпыз ғой, белгілі бір ритм жасап отырық. Соны жасап отырайын дей ма, или кітап мәтінді оқиын дей ма, екеуінің басында ми таңырқап қалады, нестерін білмей қиындау болады. Кейін үйрене келе бұл әдеттерің айналады, оңай болады. Осы нәрсе, екі нәрсені қатар жасаған кезде біздің артикуляцияны, яғни ауыз қуыстарының қозғалуын басады екен, артикуляцияны жояды екен. Жоюға ең көмектесетін нәрсе осы жаттығу екен. Бұл жаттығуды 15 минуттан күніне 2 сағат орындау керек. 2 сағат подряд отырып алып былай жасау керек емес. 15 минут үзіп, общий бір күнде 2 сағат орындаса жақсы әсері болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды, құрметті оқушылар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.